Армысыздар, құрметті отандастар. 9 желтоқсан 2023 жыл сағат Астана уақытымен 17:27-те жазып атқан бейне. Менде бүгін болады сұхбат. Еліміздің тұрғыны Гүлсім Бұқарбаева. Сәлеметсіз бе, Гүлсім? Сәлеметсіз бе? Гүлсім, мен мына Фейсбукте таныспыз, достықтамыз. Мен енді бақылап тұрам, кім қандай пост қояды. Сонда Гүлсім бір маңызды тақырыпқа өзінің оймен бөлісті. Яғни елімізде қазір соңғы уақытта, Тоқаев қалай билікке келді, бақыласаңыздар, дін саласы кәдімгі өсіп жатыр, үкімет талабынан, үкімет жағынан үлкен жұмыс жүргізіліп жатыр, дамып жатыр, мешіттер салынып жатыр, бірнеше мың имамдар. Сөйтіп бұл жұмыс дінге адамдарды тарту нетіп жатыр, дамып жатыр да. Сол енді қазір халық соңғы уақыттары бақыласа, мынау имамдардың қылықтары, әрекеттері және де олар жаңағы тәрбиелеп жатқан халықтың санасы біртүрлі мынау неге сай емес, неге заман талабына дейік жұмысқа қалай айтамыз, анау қазақтың бір топ мүшелері анау орта ғасырлық дүниетану, орта ғасырлында сана сезіміне ауыстырып жатса десе болады. Мен Гүлсіммен танысқанда мен білдім, Гүлсім 10 жылдай шетелде тұрған. Шетелде тұрды, араб мемлекеттерде жұмыспен, Буркина-Фасо, Алжир, Оман. Сөйтіп, ол жақта қандай тәртіп, қандай жаңағы ұстанымдар, халықтың жаңағы тұрмысы қандай, дінге қатысты жақсы түсінді, көрді, өз-өзімен естіді. Осы жөнінде мен әңгімелескім келеді Гүлсіммен. Гүлсім, тағы да сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мынау каналдың көрермендермен өзіңізді таныстырып жеріп, сосын жаңағы тақырып бойынша әңгімелессек. Менің аты жөнім Гүлсім Бұқарбаева, жасым 53-те, 95-ші жылы медицина Сан Фронтер, сол гуманитарлық бұл көмек жұмысына сол программаға қатысу арқылы менің өзімнің мамандығым медицина, сонымен сол елдерге тап болдым. Бірақ сол елдерде 9,5 жылдардай именно сол солтүстік Африка дейміз, омандар, олар жаңағы енді бұлардың бәрі Африка еліне жатады ғой енді. Бұлайша қарасаң, қалай дейміз, оларды наоборот солтүстік Азия болады, шығыс Африкасы болады. Сол елдерде жаңағы менің жұмыс бабымен жүрген кезде, тұрған кезде көп осы қалай айтсам болады, мұсылман елдерінде тұрғандықтан, жұмыс істегендіктен, сол кісілермен араласып, сол кісілердің өмірін көп көрдім. Енді ол менің мақсатым ол жерде ол дінді талқылау, әлде олар не үшін бұл діннің ішінде жүр деген талап болған жоқ менің жұмыс байланысыма. Бірақ сол елде жұмыс істегеннен кейін әр адам сол елдің мәдениетіне мен араласады. Ол қоғам ғой енді. Салт дәстүрін көресің, адамдардың тәрбиесін көресің. Енді бәріміз қазір Қазақстанның әр екінің бірі азаматы шетелге шығып жатыр ғой. Бірақ шетелге шығу, барып суретке түсу, торговый центр дейді, сол жерде болу, ол бір басқа, ол елдің адамдарымен араласып, көзімен көрген бір басқа. Сондықтан менің айтайын дегенім, осы соңғы кездері мен көретін, осы 1-2 жыл бұрын, енді Алматының тұрғынымын, мен
бір екі адамды бір автобустан көріп қаласың, жұмысқа кетіп бара жатқан жолдан көріп қаласың, әйтпесем жаңағы магазин супермаркеттерден көріп қаласың. Мына ең соңғы мына 23-ші жылдан деп айтайын енді, мен байқағаным енді, мына вспышка дейміз ғой енді, жаңағы қанша жап жас қазақтың қыздары, келіншектері, әйелдері мен көріп көбейіп бара жатқанына таңғаламын өзім. Олар да бір оларды ұйымдастырып жатқан біреулер бар ма, әлде оларға деген олардың бір ғашық болуы ма бұл киімге, әлде әуес па, әлде шынымен біздің жастарымыз қазір мына діннің ішіне кіріп дінді қолдауы ма, әлде соларды қолдатып жатқан біреулер бар ма деген ой келеді. Ой келгенде де менің айтайын дегенім, осы біздің қазақтың қыздарын қарап тұрып, қара жамылып жүргенін, осы өзіміздің салтымызды жоғалтып алмасақ екен. Қалай ғана бұлай болып бара жатыр деген маған бір ой келеді. Сөйткенде мен сол Африка елдерінің жаңағы Азияның жаңағы Оман, Алжир, жаңағы Африка көп елдерде біз жұмыс істедік. Именно сол жаңағы мұсылман исламды қабылдаған елдер, оларда өте қатты, солардың өмірі мен көз алдыма елестейді. Мен мына жаңағы өзімнің қазақтарымды көремін да, тура мен сол қайтадан сол жұмыста жүрген сияқты сезініп кетемін да, денем түршігіп кетеді менің. Мына менің қазақтарым жаңағы қарай кетіп бара сияқты. Мына орта ғасыр, мынау жаңағы не дейміз, каменный век дейді, не дейміз, жаңағы баяғы заманға кетіп бара жатқанға ұқсап кетеді менің көз алдыма. Сондықтан менің айтайын дегенім, мына біздің қазақтың қыздарына, келіншектеріне, әйелдеріне керегі жоқ әуесқойлық ол. Ол елдерде, мысалы үшін, жүрсеңіздер, көресіздер, оның енді дін деген әркім өзі үшін қабылдайды, бірақ мына дін өздері кедей елдер ол жерде да, оларға қанша мешайып жетеді, кедергі жасап жатыр, мысалы үшін, олардың дамуына. Өйткені оларда жаңағы білім аз, сондықтан оларды мынау исламның үркітуімен мынау болмайды, ананы істеуге болмайды, анау қарам, мынау қарам деп, олардың мына білімге деген құмаршылығын азайтады. Олардың мына елдің, өз елдерінің даже дамуына кедергісін тигізеді. Соны көремін де мен, мына біздің өзіміздің қазақтары, бұлай болуымыз керек біздің. Бұл жерде мінекей, қараңыздар, Гүлсім, мен өз ойыммен бөлісейін енді. Мінекей, сіз дұрыс алаңдап жатсыз, мынау біреулер түсініксіз кім екен сіздің ойыңызша, мына қазақты қайда итеріп жатыр? Біреулер болғанда бұл нақты, мен енді мен кеше сөйлескенде сіз жаңағы мен каналымды білмепсіз, мен түсінгенім. Мына саяси канал екен, Фейсбукта жай кездестік та, ал бұл тақырыпты мен көтеріп жатырмын. Мысалы, мен қазір сізге бір фотомен бөлісейін. Шықты ма фото? Мынау Гүлсім көріп тұрсыз ба қазір экранда? Иә. Мынау президент Тоқаев поручил усилить работу в сфере религии. Тоқаев поручил акимам городов и областей усилить работу в сфере религии.
усилить работу в сфере религии поручил Қасым-Жомарт Тоқаев. Мінекей әкімдерге, министрлерге, қала, облыстың тапсырма берілді. Бұл болды 13 наурыз биыл ақпарат тарады. Президент Казахстана Қасым-Жомарт Тоқаев поручил акимам областей и городов усилить работу в сфере религии. Важно прославлять традиционный ислам в соответствии с мировоззрением нашего народа. Необходимо развивать его научно-теоретическую основу. По его словам, сегодня нельзя пренебрегать духовным воспитанием подрастающего поколения. Если мы ставим его духовное воспитание на самотек, то можем утратить наши национальные традиции. Тоқаев поручил акиму совместно с компетентным органом усилить работу в сфере религии. Міне, қайдан екенінде түсінікті шығар деп ойлаймын, сізге және де басқа адамдарға. Бұл мінекей президенттің жаңағы саясаты. Тағы да мен қайталаймын, басында айтып кеттім. Тоқаев қалай билікке келді, дін саласы дамый бастады. Мешіттер тартылып салына бастады. Имамдар жаңағы, имам деп оларды атауда тілім бармайды, шын айтқанда. Мен көп тұрмын, бұл имам емес, бұлар надан адамдар, сауатсыз адамдар. Қай жерде, ар жерден жинеп алғанда, әйтеуір жеңіл-желпі бір нәрсені үйреніп алған, бірақ таңертең кешке дейін ұрып тұрады. Анау TikTok блогерлер сияқты тырқылдап, ыржындап көрген шығарсыз. Мысалы, Нұрсұлтан деген бар, басқа аты шыққандар күліп нетіп, ыржиып. Енді олардың жұмыстарын дамып жатқаны билік оларға жасыл жаңағы түсті жақты светофордың жолын ашып, оның сыртында әкімдерге, министрлерге тапсырып, мен бұл тақырыпты көтергенім көктемде Тоқаевтың бұйрығымен, мінекей наурызда ғой. Бұлар таза еліміздің аймақтарында бала лагерлер ашты, медресе сияқты. Оның сыртында Түркістан, басқа аймақтарда медреселер ашты талай. Мен көрсеттім. Ол жаңағы 5-9 жасар балаларды имам-сымақтар ұрып, арқасын жаңағы көгертіп. Міне, бұл бүкіл Қазақстан бойынша ұйымдастырылған жұмыс. Сөйтіп, мыналар өз еркімен ешқандай дамып жатқан жоқ, ешқандай діни ағым, ұйым, қайсылары өзі жаңағы бұл жұмысты қолға алып шығарып жатқан жоқ, әрине. Биліктің қолымен жасалынып жатыр. Осыны түсінуіміз керек. Енді Гүлсім дабыл қағып жатыр. Анау енді айырмашылық жаңағы, мысалы, бұлар қазір жеңіл-желпі барады мешітке, медресеге, уағыз оқиды, мейлерін олайды, мына өтірік хадистерді айтып тұрады. Өтірік хадистерді. Мен бір жақында естіп жатырмын, жаңа Нұрсұлтан ба, жанатқа түсесің сен өзің ғана емес, әйелің де түседі дейді. Сіз енді 10 жылдан жақта болдыңыз ғой. Мынау әйелдердің рөлдері қандай? Осыдан бастайықшы. Жанатқа әйелге жол бар ма, жоқ па негізінде? Сіз былай шет жағын білетін шығарсыз, жаңағы 3 мемлекетте болдыңыз ғой. Жанат дейтін ол жаңағы рай ма? Рай, жанат, райда, жанатта әйелге орын бар ма? Мынау, мен мынау фейк имам деймін, Нұрсұлтан. Менің көзқарасым бойынша жоқ ондай. Мынау Құран бәрі жазылған адамға, еркекке. Ал әйел олай саналмайды. Әйелге орын жоқ. Әйелдің орнынан жақта толтырады. 70 жаңағы қор қыздары дейді, жаңағы девственница 70. Олардың қарамағында 70 көмекшісі. Одан көп па, Құдай біледі, міне. Енді мен ол қор қыздар, қандай қыздар, ол райда қандай жаман қыздар болады деп мен ол кісілермен ол дін туралы сөйлескен емеспін. Енді ол жерде жұмыс істегеннен кейін жаңағы енді жора жолдас деген болады. Әйел жаңа қыздармен сөйлесесің, жұмыс бабымен сөйлесесің. Енді ол елде әйел жаңағы ислам елі дейміз ғой, исламды ұстаған елде. Әйел ол менің көргенім екінші сортта демейміз енді, екінші деңгейде. Оларда не жоқ, қалай айтсам болады, өзінің еркіндік болғанда, ол әйел баласында, қыз баласы пока өзінің әке-шешесінің қолында, одан кейін жаңа тұрмысқа шыққаннан кейін, ол жерде тек еркек сөйлейді. Еркекке даже мен бір неден не қылдым, даже мен былтыр барғанда да Дубайға 2-ның бірі барып жатыр ғой, әйелге
мына не мүлк берілмейді. Егер енді оның інісіне мына мысалы жанұя бар, әйел күйеуі қайтыс болса, оған жаңағы наследство мұрағат берілмейді әйеліне. Оны адам деп санамайды ғой, адам деп санамайды, дұрыс қой. Енді адам деп санамайды деп айта алмаймын, бірақ ол жерде қалай айтуға болады енді? Енді мен былай ашық айтқанда онда құқық жоқ. Ол мұрағатқа ие бола алатын тек жаңағы еркектер ғана, мінекей. Сол емес пе, ашық айтқанда? Иә. Ал сондай оларда одан кейін ерте күйеуге береді жаңағы қыздарын. Мен бір күні сұраймын, осындай бір провинция дейді ғой енді. Сол кезде жаңағы қыздарды көрем, 12-13 жасақты қыздар мектепке бармайды. Сосын мен маған қызық болды. Неге сіз мына тәте дейміз ғой енді, мен ол кезде 28-30 жастағы қызбын, енді ол кісілер енді бір менің көп болса бір тағы жаңағы сол үйдің несі отырып әңгімелесіп отырдық. жаңағы біз неге бермейсің, мына қыздар неге сабаққа бармайды деймін, мектепке бармайды деймін. Бұлар барды, қазір барғызбаймыз дейді жаңағы бастарына. Не үшін бармайды десе, бұл қыздарды уже беруге болмайды, өте қауіпті. Қандай мағынада қауіпті, не деген түсінбеймін. Бұл қыздар жаңағы жетілді. Уже жетілді дегенде жаңағы енді подростковый жаңағы бізде жаңағы не қыл деп жатыр енді, қыз жетіледі ғой енді бір 12-13 жасқа келгенде де. Сол кезде оларда өте қауіпті жас. Не бізде де сондай. Половое созрение дейді олар. Содан кейін мен енді бермейсіз бе десем, жоқ дейді, бұларды енді қатты қарауда ұстау керек. Қарауда ұстау дегені жаңағы үйде ұстап, жаңағы өздерінің жаңағы таныспен бұны күйеуге беру керек. Мен айтамын, қалай? Сонда қазір, жоқ, қазір бермесем де табылса 2 жылда, 1 жылда біз уже беруге дайынбыз. Мен айтам, енді не үшін содан кейін жаңағы, одан кейін тағы бір семьямен ашық деген әйелмен сөйлестім. Тоже ол әртүрлі мінезді болады ғой. Неге бұл қыздарыңызды сіздер ерте күйеуге бересіздер, ерте былай қамайсыздар? Бұл мұсылманның шариғаты дейді, олар ең бірінші сөзі осындай бізде дейді. Сонда неге бұл қыздар өркенуге, білім алуға құқысы жоқ па десем, біздің негізі қанымыз дейді. Былайша мен оны да байқадым. Біз даже мектепте оқығанда биологическое созревание дейді ғой, мысалы үшін қыз бала ол жақта тез есейеді. Мүмкін ол ненің ауа райына байланысты шығар, мүмкін олардың таңдарына байланысты, мен оны зерттеген жоқпын, енді мен генетика зерттеген емеспін. Шынымен қарасақ, ол қыздар 9-10-11 жастарында уже қарап тұрасың, уже жетіліп қалады олардың қыздары. Сөйтіпті бұлар жаңағы, енді ол жерде өте кедей халықтар ғой, енді көп, енді ол бір последний 10-30 жылдан Дубайдан бастап ары қарай дамып жатыр ғой енді. Кедей елде жаңағы қыздарын осылай 12 жасын көрмедім, 12 жасқа ол қызбен сөйлескенім бар, жаңағы шешесімен. Бар болса беруге біз дайынбыз деген сөзім, бірақ оған мен көре болған жоқпын, 12 жасты қызды беріп атқанын. Біз дайынбыз, бар болса мектептің қажеті жоқ. Енді мен екінші сөзімді айтайын, есімде қалып қалғаны. Мен жаңағы қатты ашық әйелмен сөйлестім. Ғания дейтін, неге сендер осындай қыздарды не қыласыңдар десем, сол кезде маған айтады, Гүлсім, сен білесің ба біздің қыздарды дейді. Бұл жаңағы половое созреваниеға келген кезде дейді, біздің оларды ұстай алмайсың, мысық сияқты. Сол кісі, мен әлі есімнен шықпайды сол кісінің сөзі. Мына мысықты білесің ба дейді маған. Білем. Мысықтың жаңағы қыдыратын кезінде мысықты сен ұстай алмайсың дейді. Иә, ұстай алмаймын деймін.
ол по-любому кетіп қалады дейді, шығып кетеді бір жақтан дейді. Сол үшін сондай жасқа келгенде енді ол өзінің бұл қыздарды біз пока пәк кезінде пәк қой, енді олардың енді барлық мұсылман халқында, қазақтың халқында да пәктігін сақтап күйеуге беріп жіберу керек. Солай болады. Бәледен аулақ дейді тұр ғой, ұстап қалмаймыз деп. Бұл негізінде ежелгі заманнан келе жатқан сол ұстанымдары қараңғы. Бұл мынау ұстанымдар, құрметті достар, енді сол орта ғасырлар несін. Ол мысалы өтірік бәрі. Мысалы мынау көріп жатырмыз ғой, Афганистаннан интернетте терсеңіздер қазір шығып жатыр. Басқа Ираннан да қашып кеткендер барып жатыр батысқа. Бірақ олар сол жаққа батысқа бар, бәрі шетінен жәлеп проститутка болған жоқ. Ғалымдар болып жатыр, атақты спортсмен болып жатыр, журналистер болып жатыр. Мәселе ол жаңағы мысалы пісіп қалғаннан кейін бетімен кетеді деген емес. Мәселе мынау олардың қоғамы, ол қоғамның салт дәстүрлері, ұстанымдары. Сол жаңағы 50 миллион бар ма? 50 миллион деп қой. 50 мемлекет бар жаңағы ислам дінін қатты ұстанып жатқан. Сол егер қатты дінді ең басты тақырыпқа көтерсе, олар өздерінің жаңа болашағына, мемлекеттің, халықтың болашағына балта шабады. Өспей дамайды біреуді, бақыласаңыздар. Мына алысқа барып керек жоқ. Ислам республика деген атағын алған екеу ғой, Иран Ислам республикасы және Афганистан Ислам республикасы. Қараңыздар, осы тартып жаңағы Гүлсім айтып жатқан, сол жаңағы тұрғындардың ұстанымдары, балаға жаңағы кабинет емес, жаңағы бұны Тоқаев айтты ғой, мысалы жақында Тоқаев көп сөйлемейді мына неде, мынау тақырып бойынша. Міне бір рет қана сөйлегені бар, мынау тақырып мектептерде жаңағы хиджаб мәселесі көтергенде, шыққанда, сонда оны айтқаны бар. 5 қазан. Мемлекет басшысы қоғамды жиі талқылаған мәселеге де тоқталды. Мен қоғамда жиі талқыланатын тағы бір мәселеге тоқталғым келеді. Қазақстан Конституция бойынша зайырлы мемлекет. Бұл қағида барлық жерде, соның ішінде білім беру мекемелерінде қатаң сақталуға тиіс. Мектеп ең алдымен білім ордасы. Балалар мектепке білім алу үшін барады. Ал діни кепілдік берілген балаларымыз есейіп, дүниетанымы толық қалыптасқан соң өз таңдауын жасағаны дұрыс деп санаймын. Ең бастысы көзқарасы айқын, санасы сергек, әрі дәстүрлі берік ұрпақ тәрбиелеу керек. Жалпы зайырлы деген сөздің мазмұны терең, өте ауқымды. Халқымызға қатысты айтатын болсақ, бұл салауатты өмір салтын ұстану, прагматикалық көзқараста болу және дәстүрлі дінімізге, ұлттық сананы арқау еткен салтымызға шынайы құрмет деген сөз, деді президент дейді. Дегені дейді, мынау есейіп деген сөздің мағынасы, есейіп, ол қазақша түсінетіндер түсінеді, түнде орысша қазақша жақсы меңгермейтін деп, половое созревание дейді. Қараңыздар, мына жерде Тоқаев, өзінше дипломат, нақты сұраққа нақты жауап берген жоқ. Мысалы, журналист сұрақ қойды ма, ол мынау елдің зайырлы мемлекеттің басшысы болса айту керек. Зайырлы мемлекетте мынау діни киімдерге киюге, мектепке тыйым салыну керек. Кәмелет жасына жетпегенше болды. Ал жаңағы айтып тұрған несі есейіп деген. Есейіп деген жаңағы мінеки сізге Гүлсім куәгер ретінде көрсетіп жатыр. Буркина Фасо, Алжир, Аманда және Афганистан, Иранда, басқаларда да түсінеді. Олар да жаңағы месячный қалай несін қазақша білмеймін, месячный қалай басталады? 9-12 жаста болды, есейіп кетті. Қараңыздар, сонда Тоқаев орысша айтқанда и вашим и нашим. Бұл жерде ол шектеу жасап жатқан жоқ. Ол дәлел кәді мектептерде ол жіберді. Жаңағы жаулықтар, хиджабпен, паранжамен жүр шыбырып. Анау Қайрат Рысқұлбек деген бір теке сақалды бар ғой, вахабит. Кіргізді балаларын. Сөйтіп, бұл жұмыс мына имамның жұмысы емес. Мынау кім Нұрсұлтан деген алаяқтың ісі емес. Бұл биліктің жұмысы. Осыны түсінуіміз керек. Мақұл, Енді мен
енді мен саясаткер емеспін. Менің айтайын деп жатқаным, мына орта қоғамда бүгінгі көріп отқан қыз келіншектерімізге айтайын деп отқан, көріп келген нәрсеміздің, бұл нәрсенің керегі жоқ бізге. Бұл басқа ұлттың салт дәстүрі. Біз бұл өткенде маған Фейсбукта біреу жазады, біз салт дәстүрімізбен өмір сүрейік та, біз қазақ халқы, қазақ елі аспаннан аяқ салбырап түскен жоқ қой. Қазақ халқы пайда болған кезде өз ниетін, өзінің дәстүр салтымен шығарды. Сол кезде маған бір сұрақ қояды. Сен дейді, егер мұсылман болып, арабтың жаңағы исламын қабылдамасаң, ниетіңді қалай шығарады? Сонда мен айтамын, менің ниетімді шығару үшін мен арабтың салт ғұрпын қабылдауым керек па? Қазақ халқы исламға дейін өз ниетін шығарып отырған жоқ па, өз салт дәстүрімен? Ол қалай? Дұрыс. Ол былай ғой, мысалы жаңағы қанша мұсылман мемлекеті бар, әр өздерінде салт дәстүрлері бар. Мысалы сол Сауд Арабияның жаңағы нелері, салт дәстүрлерін ирандар жақтырмайды, қолдамайды. Мүлде. Афганистанда да өздерінің көзқарасы бар. Басқа да жаңағы Малайзия болсын, қайсы болса да, оларда өздерінің салт дәстүрлерін, ұстанымдарын жаңағы ұстайды. Біз қазақ, мінекей, мына қазір осындай ахуалда, қашанда билікте отырғандар, ылғи сатқындар, надандар, суайттар, сұхиттар, бұл жерге кіріп керек жоқ. Мораторий жасау керек. Бұл жерде мынау қазір дін таратып жатқандардың сөздерін, уағыздардың арасында қайсы исламның тәртібі, исламның заңы, ал қайсы анау ирандардың жаңағы ұлтын салт дәстүрі, қайсы Сауд Арабиянікі, қайсы Афганистаныкі, оны ешкім де айта алмайды. Ал бұлар бұрмалап, аузына келгенін сөйлеп, ұрып жатыр да құйып жатыр. Халықты зомби қылып жатыр. Міне, неге назар аудару керек? Мынау халық аңқау ойлайды, басына никап кисе, 5 рет намаз оқыса, оларды таза анау періштемен теңестіреді. Олай емес, достар. Періште сен 5 рет намаз болмақ түгілі 10 рет намаз оқы, 20 рет оқысан да, сен періште болмайсың. Не үшін мынау қай болса мемлекетте конституция бар, қылмыстық кодекс, азаматтық кодекс, процессуалдық кодекс, не үшін әкімшілік кодекс? Сонда бәрі жазылған, баға берілген, қоғам цивилизацияның жолында осы заңды құжаттарды заңға енгізіп пайдаланып жатыр. А мына арабтарда, не істесең де 5 рет намаз оқы, сені кешірді дейді. Адам өлтірді мысалы, 10 адамды. Барып та кешірім сұрады да, болды, сені жіберілді. Ол болмайды ғой. Біз 21 ғасырда тұрып жатырмыз. Мінекей. Заманға сәйкес, өзіміз тұруымыз керек. Ешкімге қарсылық жоқ. Қабылдандар дінді, мұсылман болыңдар, басқа дін несіндегі шектеу жоқ. Бірақ мен неге назардарым кетіп тұрғаным, мына жоғарыда отырғандар дінді өзінің саясатының құралы ретінде, қолшоқпар ретінде пайдаланып жатыр. Халықты алдап, солап, улап мейлерін. Ал бұл ертең үлкен қауіп төндіріп жатыр. Мынау балалардың әсіресе, кішкентай балалардың, мен бірінші рет қойдым, мынау Комаровский деген бір дәрігер бар мықты. Бала кезінде мынау ұстанымдар, дін мәселесі бойынша, саясат мәселесі бойынша түпкі санасына кіргенде, түпкі сана подсознание дейді, ол ешқашан шықпайды. Ол адамдар зомби болады. Мынау негізінде мен бақылап тұрғаным Қазақстан халқы, Ресей халқы, мынау коммунистер кезінде, большевиктер біраз жұмыс жасаған санамен. Сөйтіп, сол Ресейдің халқының, Қазақстан халқының санасында өзгеріс жасатқанда, мынау нелер болады, өз бөлімдері қоғамдық жұмысқа қатысты, саясатқа ағытып тастаған. Оның сыртында мынау жалған имам-сымақтарды кіргізіп, мейлерін улап, зомби қылмақшы. Қараңыздар. Мынау Ресейді қараңыздар. Бізде қазір Тоқаевтың қолымен Путин таратып атқан жалған теріс ағындардың, халықты бағындыру үшін, халықты саясаттан бетін бұру үшін. А Ресейде РПЦ, Русская православная церковь. Русская православная церковьтің жаңағы патриархы, поптары бүкіл жерде уағыз оқып, халықты бейбітке емес, керісінше соғысқа шақырып жатыр. Соғысқа итеріп жатыр.
оларда жоқ уағызды алып, мынау вахабиттердің теорияларын жаңағы соғысқа бар, сөйтіп ол жерде соғыста ажалын тапсан, сен жаннатқа түсесің дейді. Шахид деді. Православиеде жоқ оны. Қараңыздар, соларды бұрмалап, әйтеуір бағындыру керек та, мынау диктаторға, Ресейде Путинге, Қазақстанға Тоқаев арқылы Путинге бағындырып, халықты бағу керек. Қойдың деңгейіне түсіріп, бағып тұру керек. Міне, саясат неде жатыр осы салада. Осыны түсіну керек халық. Бұл жерде Гүлсім мінекей саясатқа ешқандай қатысы жоқ. Мен жаңағы сөйлескенде сұрадым, саяси енді ешқандай лозунг айтып атқан жоқ. Жалпы Гүлсім ханым 10 жыл жүрді, нені көрді? Ең басты сіздер көрдіңіздер, араб мемлекеттерде салт дәстүрі, ұстанымдары, анау 200 жыл бұрын қалай болды? Анау несі қыз балалары жаңағы олардың түсінігі бойынша есейіп кетеді 9-12 жаста болды. Одан кейін ұстау керек та, тек байға бере салу керек, тақтан айырылмағанда. Бізге ол керек па, достар? Қазақ ешқашанда қызға олай не қараған жоқ. Қазақ қызы ол ешқандай не ондай шектеу, оны басының бетіне нетіп, паранжа жауып, ойбай мынау ертең мысық сияқты жүреді деп ешқашанда қазақ қызына олай көзқарасы, қарым-қатынасы болған емес. Құрметтеді қашан болса да қазақ қызын. Сондықтан өзіміздің салт дәстүріміз бірнеше мың келе жатқан сақтап қалайық та, біз ешқашанда орыс болған емеспіз, болмаймыз. Біз ешқашанда араб болған емеспіз, болмаймыз. Біз қазақпыз, сол қазақ болып қалайық. Жақсы, Гүлсім, сізге рахмет. Қосар сөзіңіз бар ма? Жоқ, мен айтайын дегенім, сол кезде жаңағы сол елдерде жүрген кезде, оларда мына біздің жаңағы жеті шелпек, енді өмір сүргеннен кейін жаңағы енді кейбір таныстың танысына біреулер қайтыс болып жатады, біреулер жұмыстан сұранып жатады, жаңағы пәленше қайтыс болып еді, анау қайтыс болып еді деп. Сол кезде жаңағы көршілерден көресің, кетіп бара жатып көріп қаласың, мына үйде мейіт шығып жатыр екен ғой деп жаңағы сосын сұрайсың. Сонда енді мен өзім ойлаймын, олардың жаңағы ауа райына байланысты деп ойлаймын. Оларда мына мысалыға мен өзімнің куәгер болған, түнде қайтыс болған кісі ол енді түнде болады ғой, енді адам түнде туылады, өмірге келеді, түнде қайтыс болады. Азанда сағат 10-да шығарып тастады. Мен оны өзім көрдім. Ол естігенімде, көргенімде, олар ауа райына байланысты деп ойлаймын. Сол кезде ойлайтынмын, қазір де солай ойлаймын. Неге олар, мысалы үшін қазақтар ұқсап, бір күн түнетпейді үйінде. Одан кейін мен оларды көрмедім, ондай церемонияны 7 күндік, 7 шелпек тарқату, құдалыққа бару. Ондай вообще бізде олардың салты мен біздің салтымыз или исламның несі өте ары нәрселер. Керегінен ол жаңа махр деп жатыр қазір, иә. Ол махр деген мен түсінігім бойынша, оларда жаңағы қызды күйеуге берген кезде, мына кедей-жерлерінде кейбіреулердің түсінігі бойынша да мен оны түсіндім, көрдім де, кедей адамдар жаңағы қыздарын жаңағы 12 жасар, 13 жасар қыздарын жаңағы или 15 жасар болса да бергенге тырысады күйеуге. Жаңағы оларға не береді жаңағы? Сиыр болса сиыры береді, ақшасы болса ақшасы береді, сондай. Соған олар бір жағынан асығады, олар шынымен де. Қараңыз, ол енді ана орта ғасырлардың саудасы ғой. Енді ол уақытта мысалы қиын, мал баға жаңа арабтар, ешқандай цивилизация жоқ, оқу деген жоқ, білім алып жаңағы қыз бала, оларда былай ғой, қараңғы. Мінеке ол өсіріп келеді қыз баланы, отырып қалса оны асырау керек. Ол қыз баласы бір жерге барып жұмысқа шыға алмайды, өз-өзін асыра алмайды, даму алмайды. Қазір өзгерді ғой заман. Қазір қыздар болсын, олар болсын, олардың алдында ашылды ғой жолдары. Сол қыздар Афганнан барған, Ираннан барған, Европада, Америкада профессор болады, космосқа ұшып жатыр. Ал олардың санасы қатып қалған. Қазір мынау қызы тезірек құтылмасаң, біреуге бере салмасаң, оны мен асырайым, мен табыс жоқ деп. Міне, анау санасы сол уақытта тоқтап қалған. Ең басты. Дінге ешқандай қатысы жоқ. Ал олар бұрмалап, олардың өздерінің салт дәстүрлерін итеріп жатыр.
Олар жаңағы дінмен бірге өздерінің саясатын жүргізіп жатыр, достар. Өздерінің олардың діні, салт дәстүрін көтеріп, бізге анау қазақтар адам болыңдар біз сияқты дейді. Біз онсыз адамбыз. Мысалы, қараңыздар, мен мынау Қазақстан мұсылмандары діни басқарманы сынаймын. Адамдар түсінбейді, Ержан, сен не сынайсың, сен олардың білгенін білмейсің ғой. Мен бір затты білемін. Мынау мемлекетте мына мұсылмандардың басының көбі болатын болса, шынайы. Бұл мемлекетте бірде шошқа болмау керек. Шошқа Қазақстанда қазақтың жерінде жүрмеу жөнінде бірақ адам міне тақырыпты көтеріп жатқан. Мен не Наурызбай қажы, не жаңағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы, не имамдар біреуі де ешқашанда бұл тақырыпты көтермеді. Неге? Себебі бұлар мұсылман емес, бұлар ұлттық қауіпсіздік комитет, ФСБ-ның агенттері. Бұлар Тоқаевтың, Путиннің тапсырмасымен өздерінің жұмысын атқарып жатыр. Қандай жұмыс? Халықты азғырту, халықты мынау жүйеге бағындыру, халықтың санасын өзгертіп, патшаға қарсы шықпай дейді. Бізге мынау сатқын Тоқаевты патша қылмақшы, сөйтіп орыстардың жаңағы саясатын жүргізіп жатыр. Міне, бір мәселе, шошқа мәселесінен сіздер біле аласыздар, кім бұлар шынайы екен. Осы мақұл, жақсы көрсең, былай дін бойынша сөйлессек, оған шек болмайды, сұрақтар көп. Жалпы халық түсіну керек, халыққа қарсы мінекей жұмыс жүргізіп жатыр. Осыны сананы қосып тоқтату керек. Мынау балалар түсінбейді, балаларды зомби қылып қазір айдап жатыр, ал түбі ертең араларынан шахид шығады, ертең нелер шығады, жаңағы террорист шығады. Басқа ештеңе шықпайды бұларда. Себебі бұларды қайрап, мынау лагерлерде үйретіп жатыр, балаларды зомби қылып жатқаннан кейін кім шығады? Әрине бұлардан математик шықпайды, философ шықпайды, инженер шықпайды, экономист шықпайды. Тек осы жаңағы көтенің маңайында әңгімелері, көтенің жаңағы болды, одан аспайды бұлар. Жақсы, құшсау болыңыздар. Рахмет.